Приемдамын. Жаңа ғана бір пациентка келіп кетті. Қазір екінші пациент келгенше уақыт бар. Бұны айтпасқа болмайды. 20 жасар қыз бала, артық салмағы бар, 85 килограмм. Анализ бойынша витамин D-сі 6, ферритин 10, фолий қышқылы 2, инсулин 28, ТТГ-сі 5-6, гликированный гемоглобин там 5 уже 7, скоро там инсулинорезистенс предиабет, және де проблемасы йотінде ұйықтай алмайды, энергиясы жоқ, артық салмақтан арыла алмай жүр. Естеріңізде болсын, егер де витамин D төмен болса, ферритин төмен, фолий қышқылы төмен, қалқанша без гипотиреозға кетсе, бұл жерде гипотиреоз гипоксиялық гипотиреоз, митохондриалды дисфункция деп айтамыз, осының салдарынан артық салмақ кетпейді. Егер де біз осы дефициттердің көзін жоймасақ, біз зат алмасу процесін қоса алмаймыз, біз клеткаларымызда энергия болмайды. Әрине, бұл жерде тек қана бір витаминдер ғана емес, бірақ мен әрқашанда сіздерге айтатын базовый витаминдерге көңіл аударыңыздар, балаларыңызға беріңіздер. Білмесеңіздер, анализ тапсырып, дәрігерге апарып көрсетіңіздер. Но просто ештеңке бермеу, ол ертең осындай күрделі гормондардың жұмысының бұзылуына алып келеді. Бір дайретке хат келіпті, бір әйел адамда онкология яичников, аналық безінің рагының 2-ші степень, 6 рет химия алған, витамин D-сі 8, ферритин 78, гемоглобин 90-100. Бұл жердегі ферритин, ол воспалительный ферритин. Қандай витамин ішуге кеңес бересіз деп маған хат жазыпты. Қандай витамин ішуіміз керек? Ең бірінші, әрине, витамин D-дан бастауымыз керек. Омега, там витамин С, антиоксиданттар. Бізде дәрігерлердің өздерінде витаминдерден фобия, витамин фобия. Біз ештеңке ішпеуіміз керек, ештеңке істемеуіміз керек. Бірақ та әйтеуір организм бірдеңкеге өзі шығу керек деп ойлаймыз, шыға алмайды. Біз соның қазір последствиясын көріп жатырмыз. Мен қазір жаңа ғана WhatsApp-қа бір пациентім, семейде қан диабет 36 жастағы жігіт, осыдан бір ай бұрын маған приемға семейде қабылдаған. Тфай, гликированный гемоглобин 12 қанты жоғары болса да, біз қазір тотығу стрессін басу арқылы, витамин D, глюкозаның метаболизмін жақсарту арқылы инсулинсіз қанты қазір 5-6 тамақтан кейін маған жаңа жібереді. Мен инсулин салмасам да қантым осылай оны Black Wave-тан сіздің жазған еміңізден ба деп даже сенімсіздікпен маған сообщение жіберіп жатыр. Сен соны көрген кезде ойлайсың, ура, осының барлығы жұмыс жасайды деп. Бұнымен мен не дегім келіп тұр? Егер де біз жаңағы 20 жасар қыздың витамин D-сін көтермесек, ферритинін көтермесек, қалқанша безін іске қоспасақ, уақыт өте келе, ол қыз балада не болмаса қант диабеті, не болмаса онкология, тағы да жаман аурулар пайда болады. Оның просто жасы 20-да ғана. Яғни біз бір күнде ауруға келмейміз. Біз бірнеше жыл бойы келеміз оған. Сол үшін алдын алу, денсаулық формасын сақтау, өздеріңізді күтіңіздер, балаларыңызды күтіңіздер, кішкене жауапкершілігімізді арттырайық. Ол әрине бір витаминнен бір нәрсе өзгеріп кетпейді, бірақ та сол бір витаминдінің өзі көп нәрсеге профилактика жасай алатынын ұмытпаңыздар. Сенбесеңіздер, ертең барып витамин D-ға анализ тапсырыңыздар. Кем дегенде 70-80 болу керек. Әсіресе балаларға, жасөспірімдерге мән берейік. Қазіргі өскеле жатқан балаларға, жасөспірімдерге, жастарға өте қиын. Мен әрқашанда осыландай приемдардан кейін төбешешім тік тұрады. Құдай-ау, біз не болып бара жатырмыз, біз қалай мына балаларға көмектесеміз деп. Сондықтан сіз болып, біз болып, бірігіп, балаларыңыздың жалпы қан анализі, витамин D-сі қалай, ферритині қалай, фолий қышқылы қандай, гликированный гемоглобин, инсулині қандай. Менің баламда артық салмақ болса, ол не себепті болып жатыр? Инсулин рецепторлар неге дұрыс жұмыс істей алмай жатыр? Именно инсулиннің рецепторларының жұмысын жақсартатын ол витамин D мен омега, магний.